Еліміздегі ақылы автожолдарда арнайы абонемент бар екенен хабардармыз. Алайда сол абонементтің қыр-сыры туралы білеміз бе? Күрделі тақырыпты қарапайым тілмен тарқатайық. Егер де сіздердің автокөліктеріңіз ақылы жолға қарасты елді мекендерде тіркелген болса, онда сіздер үшін арнайы ұсынысымыз бар. Ол абонемент. Абонементтің мерзімі 365 күн, ал құны небәрі 1000 теңге. Абонементті алу үшін өзіңіздің жеке куәлігіңізді, автокөлігіңіздің техникалық құжатын және 1000 теңге көлеміндегі төлемақыны жасау керек. Төлем қабылдау пунктіндегі оператор сіздерге арнайы өтініштің үлгісін ұсынады. Сол арқылы 365 күн бойы ақылы автожол бойынша тегін жүруге мүмкіндігіңіз болады. Алайда арнайы абонементті рәсімдеген кезде ойда сақтау қажет бірнеше мәселелер бар. Біріншісі, сіздің автокөлігіңіз міндетті түрде ақылы автожолға қарасты елді мекендердің бірінде тіркелуі тиіс. Екіншісі, автокөліктерге арналған абонемент тек бір ақылы жолға ғана тиесілі. Үшінші ерекшелік, абонементтерді бүгінгі таңда тек төлем қабылдау пунктінде рәсімдеуге болады, яғни онлайн рәсімдеу қызметі әзірше енгізілмеген. Абонемент тек жеңіл көліктерге арналған. Қазавтожолмен бірге қаражат пен уақытыңызды үнемдеңіз. Өзекті ақпаратпен таныс болу үшін біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға жазылыңыздар.